бізде дін туралы сөйлеп жатса болды, бәрін білет деп ойлайды да. Кішкентай неден айтып береді ғой, еркек отбасы үшін сұралады, әйел сол ердің тауып келген малдың үйсін сұралады дейді. Үйде жоқ кезде бер жүрмеу керек, рұқсатымен шығу керек деген секілді. Жалпы өзімнің байқағаным, ислам біз алдың түсінгенімізден де ауқымдырақ екен. Кең, Ислам өте кең екен. Кім арамнан тауып келіп баласын асыраса дейді, пайғамбарымыз айтып отыр саллаллаху алейхи вассалам. Ана баласы жесе дейді сол тағамнан дейді, арам әкелген тамақтан дейді. Кейін оның әрбір жасушасы дейді өмірге келген денесіндегі. Ол тозақтың отына лайық болады дейді. Адамдар ойлайды, білмесем ақыретте құтылып кетемін деп. Міне енді кетті. Керісінше қарыз алған адам ниетінде отбасыда басталған кезде қарызды қайтарам деген ниетпен алатын болса, Алла Тағала жәрдем береді дейді. Осындай хадис бар. Осы өмірдің өзінде адамдар бір кішкентай 10 мың теңге, 20 мың теңге қарызын кешірмей жатқан кезде, ол ақыретте қалай кешіреді? Мына кісінің қарызы бар ма деп айтты дейді. Сонда бар деп айқайлады дейді. Сонда пайғамбарымыз достарыңа, жолдастарыңа өздерің жаназа оқи беріңдер деп кетіп қалды дейді. Өкінішке орай, мынандай қарызды алып қайтармайтын болғандығы себепті қарыз деген бізге жаман сөз болып қалды ғой. Мен Құдай қаласа мен мына жерде подкастта отырып біліп алайын тұрмын ғой біраз нәрсе. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ахмадуллаху раббал аламин. Саллаллаху аля саййидил мурсалин Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Амма бa'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті біздің YouTube каналымыздың тұрақты көрермендері, бүгін сіздерге керемет бір жақсы жаңалықпен шығып жатқан жайымыз бар. Бізде жаңа подкаст, Алла қаласа, жаңа жоба, жаңа қарқында, жаңа тақырыпта қоғамдағы өзекті, маңызды тақырыптарды қамтитын, әсіресе соның ішінде кісі ақысы және Алланың ақысы деген сияқты тақырыптардың ара-жігін ажырататын керемет бір подкаст жобамызды бастап жатырмыз. Алла Тағала давамды берекелі қылсын. Міне сол бүгінгі алғашқы подкастымыздың қонағы, жалпы біздің тұрақты қонақтарымыз деп айтсақ та болады, Құдай қаласа. Оң жақтан бастайын. Ербосын Тағайбекұлы бауырымыз, Сарыағаш медресесінің түлегі, одан кейін Турцияда Шам ғұламаларында, одан кейін Египетте араб тілін дамытып, одан соң Иорданиядағы әлемдік немесе халықаралық ислам білімдері университетінің Ханафи фихы және усулы мамандығының магистратурасын үздік дәрежеде бітірген ислам құқық заңдарының маманы. Қош келдіңіз, Ерекем. Қош көрдік. Мен енді Ереке деп айтам, баяғыдан араласатын адам болғаннан кейін. Одан кейінгі біздің келесі екінші қонағымыз сол жағымыздағы бұл Ақтөбе медресесінің түлегі, одан кейін Египетте жаңағы араб тілін терең дамытып оқып, одан кейін Иорданиядағы атақты Ярмук университетінің ислам экономикасы және ислам банкі мамандығының магистранты Айболат Төлебай бауырымыз. Яғни байқап отқан шығарсыздар, құрметті көрермендер, бүгінгі біздің подкастымыз осы сауда-саттық, адам ақысы, кісі ақысы және исламдағы адал табыс табу жайындағы тақырыптарды қамтитын болады. Жалпы енді Алла Тағала Құран кәрімде айтады: «Инналлаха я'муру бил адли вал ихсан». Алла Тағала сіздерге әділ болуды және бір-бірлеріңе жақсылық жасауды, немесе Алланы көріп тұрғандай, Алла сені көріп тұрғандай өмір сүруді бұйырады дейді Алла Тағала. Осы аяттың ішінде енді көп нәрсені қамтиды. Енді әділдік деген нәрсе ұғым, бұны біз бір подкасттың ішінде айтып бітіре алмаймыз. Мысалға, Аллаға қатысты әділдік бар бізде. Ол не деген кезде Алла Тағаланың бұйрықтарын орындау. Өзіңе, әділдік негізі үшке бөлінеді ғой. Кейін өзіме қатысты әділдік. Ол не? Яғни маған берілген аманаттарға қиянат жасамау. Маған не берілді? Мысалы, денсаулықтан бастап. Мен ана жерімді үлкейтем, мына жерімді кішірейтем деп Алланың берген нығметтерін жоққа шығармастан, сол берілген нәрсеге разы болу, бұл өз-өзіңе деген ақы. Одан кейін үшінші ақы бар. Бұл басқаларға ақы деп аталады. Басқаларға ақы. Біз енді қазір осы қоғамда ең көп опық жеп жатқан нәрсеміз осы басқаларға ақы. Енді мен осы жерде бір керемет өзгелерге ақы деген жаңағы ғой, енді алыс беріс адам болғаннан кейін қоғам болғаннан бір-біріне араласы бар, құрылысы бар. Маған енді қазір Ербосын ұстазды соңғы кездер байқап жүрмін. Негізі ол Ханафи фихы және усулын оқып келді. Мен білем ғой. Енді қазір бірақ тақырыптар өзгере бастады. Уағыздардың тақырыбы немесе
жаңағы курстардың тақырыбы деген сияқты. Мамандықтан мамандыққа секіріп кеткен жоқсыз ба деген нәрсе келіп жатыр да осы жерде. Сауда саттыққа қарай өтіп кеткен сияқты болып жатыр меніңше Ерекең. ана ішіндегі енді фих деген терең ғой өзі. Жаңағы көбісі кейбіреулер 4-ке бөліп қарайды, кейбіреулер 3-ке бөліп қарайды. Ғибадат, одан кейін жаңағы неке мәселесі бар. Үшінші муамалат дейді ғой. Одан кейін төртінші жаңағы қылмыстық кодекс деп жатырмыз, жинаят. Сол үшін ана муамалат жағы бізде сұралмайды. Кітаптарда жоқ. Оны сұрап келетін адам жоқ. Спроста жоқ еді ғой. Көбісі ғибадатқа қарай басымдық береді. Сосын келіп ақиданы сұрайды. Намаз, дәрет, оразамен шектелетін еді. Осы Ерекең келгелі бері осы жағынан муамалат жағынан көбірек сұралып, сол жағынан сабақтар өтуде сияқтысы Ереке. Иә. Ассалаумағалейкум біріншіден. Нұрсұлтан ұстаз, рахмет осы шақырғандарыңызға. Енді осы ғой, енді біз сол Нұрсұлтан ұстазбен, Айболат ұстазбен жалпы біраз жылдан бері біргеміз. Сол Сарыағаштан бері, сонау 2013-тен бері бірге араласамыз. Осы бірге ілім жолында жүріп, кейін ары қарай бірге қызметтеміз. Иә, сол бірінші Сарыағашта білім алдық алғашқы. Фундаменттен дейміз ғой. Араб тілін үйрендік сол жақтан. Кейін жаңағыдай Стамбулға бардық, Мысырға бардық. Одан кейін Иорданияға барған кезде ислам ілімдері университетіне түскенімізде жалпы өзімнің байқағаным, ислам біз алдың түсінгенімізден де ауқымдырақ екен. Кең, исламда өте кең екен. Біздің өміріміздің әрбір сферасына да кіреді екен бұл ислам. Жалпы біз өзіміздің исламымызды түсінбегендіктен біз өзіміздің ілімсізбен исламды кішкентай тар деп ойлайды екенбіз. Шектейміз, иә, біз шектейміз. Ислам біз ойлағаннан да ауқымдырақ. Енді сол жаңа Иорданияда ілім алып жүрген кезде бірінші ибадат өтеміз. Одан кейін ахуал шахсия дейді, жаңа Айболат айтқандай отбасылық қарым-қатынастар өтеміз. Одан кейін муамалат дейміз, ақшалай қарым-қатынастар адамдар арасында. Енді соның барлығын оқып келдік. Мен енді Айболат ұстаз секілді жеке ислам экономикасы және банк істерін оқымағанмын. Бірақ соған елге келген кезде біз өзіңіз білесіз ұстаз, 2000 жылдардан бері адамдар исламға қызығып, СССР дейміз ғой, КСРО құрамынан шығып, біз исламды енді үйреніп, адамдар сол 2000 жылдардан 2010-2015 сол 15 жылда ибадатын үйренді адамдар. Алланы танып, жаңағыдай ақида мәселесін меңгеріп, жаңағыдай намаз, ораза, қажылық, умраға баратындар саны күрт артты сол заманда. Енді біздің жамағат сол жылдар 2015-2020 жылдары бір ислам жағынан ілімі өсті десек те болады. Содан кейін 2020 жылдардан кейін оқуды бітіргенімізде, елге келген кезде қызметті бастағанымызда адамдардың көбісінің сұрағы осы адамдар арасындағы қаржылық қарым-қатынастар. Қарыз беру, алып сату, серіктестік, жалдамалы жұмысшылар үкімі. Жиі сұрақ, шамамен бір 60-70% сұрақтар осы адамдардың қаржылай қарым-қатынастарында болды. Сонымен мен Инстаграмды аштым. Бұл салада кім бар екен деп. Аллаға шүкір, енді соңғы жылдары ислам саудасын үйреніп және осы елге келіп қызмет қылып жатқандар айтарлықтар бар. Бірақ оның өзі біздің мынау 15 миллион, 16 миллион мұсылманға ол аздық етеді екен. Бұлай салыстырмалы түрде аз екен. Басқа мамандарға қарағанда ислам саудасын үйрететін мамандар аздау екен. Ақида, басқа да фиқ саласының ұстаздарына салыстырмалы түрде аз екен. Содан кейін енді біз жаңағыдай басқа да ұстаздарымыз Аллаға шүкір исламның басқа жағын жаңағыдай үйретіп ілім беріп жатқан кезде біз өзіміз сол исламның сауда жағын үйретіп соны тереңнен зерттеуге ұйғардым өзім. Зерттеу тақырыбы соған қарда тереңдей түсті ғой. Соған қарай сол мен де өзімнің негізгі мамандығым болмаса да бұл ислам экономикасы. Сол фиқ саласының ішінде болғандықтан соған жақсы кірісіп,
сол адамдар мен адамдардың құқықтарының өте маңызды актуаль дейміз айтып айтқанда сол маңызды болып тұрған себепті сол 3 жылдан бері Аллаға шүкір жаңағыдай Шымкент, Алматы және басқа да қалаларда сол семинарлар өткізіп жаңағыдай кәсіпкерлердің басын қосып, саудагерлер кәсіпкерлердің басын қосып адал ақша табу, жалпы исламға сай өмір сүру, исламға сай сауда жасауды енді кішігірім насихаттап келесіз. үйретіп жүрген жалпы ұқсайды жайымыз екен бар. Ереке екеуміздің неміз. Мені де бәрі сира оқып келген деп ойлайды да, мен сира оқымағанмын ғой. Мен ислам тарихын оқығанмын ғой. Енді адам атадан бастап Осман империясы құлағанға дейінгі тарих. Елге келгеннен кейін сол сираны беріп сонымен не қылып кеткеннен кейін бір тек сира оқып келген адам Сира сияқты. мамандық оқып келген Иә, сияқты. ондай емес, негізі ондай емес. Дәл сондай да Ерекең фиқты оқыған, жалпы фиқтың барлығын. Оның ішіндегі осы муамалат, яғни сауда саттық бабына басымдық берілген. Нұрсұлтан сұранысқа сай ұсыныс дейді ғой сол. Дәл сондай. Демек олқылықтың орнын толтыруға қолдан келгенше, жалпы бұл жерде бір Алланың үлкен хикметі бар. Не нәрсе? Адамдардың сұранысына сай Алла тағала сондай бір мамандарды өзінің заманында шығаратын сияқты. Баяғыда мынау исламда неше түрлі топтар пайда болды ғой. Адасушы топтар. Соларға сай Алла тағала сол заманда өзінің ғалымын жібереді, дінін қорғап қалады да. Дәл сол сияқты қазіргі уақытта Алла тағала осындай адамдардың мүмкін тауып жатқан табыстарына жаңағыдай адал емес нәрселер кіріп кетіп жатыр. Бұның арты үлкен нәрсеге апарады негізінде. Ол мысалға пайғамбарымыздың хадистерінде бар саллаллаху алейхи уассалам. Кімде-кім арамнан тауып әкеліп дейді. Арамдан деген сөздің артында үлкен нәрсе жатыр енді ол. Оның ішінде коррупциямен табу, алдап табу, ұрлап табу, ойын ойнап табу, құмар ойындармен. Бәрі адам өміріне әсер етеді ғой. Бұның бәрі енді бірнеше тараздан ұрып табу, не битин не крашен деп ана өтірік машина алдап сату, өсіммен табу, бұның барлығы. Бұның әрқайсысына біз жеке-жеке алдағы подкасттарда тоқталамыз, Алла қаласа. Бірақ енді бұл жерде менің айтайын деген негізгі нәрсе, пайғамбарымыз жаңағы хадис. Кімде-кім арамнан тауып келіп баласын асыраса дейді, пайғамбарымыз айтып отыр саллаллаху алейхи вассалам. Енді бұл жерде бәріміз тауып жатқан табысымызды балашаға апарамыз ғой, негізі тауып жатқандар бәрі қаққа апарып төгеді. Ана баласы жесе дейді сол тағамнан дейді, арам әкелген тамақтан дейді. Кейін оның әрбір жасушасы дейді өмірге келген денесіндегі. Ол тозақтың отына лайық болады дейді, өскен жасушалар. Деген демек бұл өз балаңды өзің отқа дайындап беріп жатсың деген сөз. Енді сол отбасыңды қу анфусакум ахликум наро деді Алла тағала. Өзіңді және отбасыңды тозақ отынан, адамдар мен отына тастардан болған тозақ отынан сақтаңдар деді. Демек сол мақсатта Алла тағала белгілі бір пенделерін адамдардың дұрыс адал ақша табуына пайдаланатын сияқты Алла тағала. Деген өзім сондай тұжырымдама келіп жатыр. Әдемі тұжырым. Демек түсіндік, бұл мамандықтан мына мамандыққа қарай басымдық беру Ерекеңнің бұл демек сұраныс. Қоғамда сұраныс өте көп. Ол деген сөз бауырларымыздың, әпке қарындастарымыздың көбісі демек кәсіппен айналысады деген сөз. Қуантады, кейбірлері алаңдап тұр деген сөз ғой. Осы өтіп жатқан дұрыс па деген сияқты. Сондай сұрақ келсе, мен өзім қуанып қаламын. Деңгей өскен екен. Анау демек ішкен жегеніне мән береді. Ол бір тақуалықтың несі ғой, алғашқы қадамдары ғой, Әйтпесе ішкен жегеніне мән бермей жүргендер көп. Қызық емес маған қалай не істегені. Ана кісілер айтıyor, мен осы жегенім дұрыс болды ма, адал болды ма деп, соны уайымдап келіп жатады. Демек, уайымның өзінің болуы ол имандылықтың бір белгісі. Ана біреулер бар екен ше, білмей қойғам жақсы одан деп ше. Қазір білсең қиындатып жіберді бұлар өмірді деп. Жоқ. Осы ислам өмірді қиындата ма? Осы сұрақты қойықшы осы жерде. Өмірді қиындата ма ислам? Жоқ, керісінше жеңілдетеді. Осы мәселені білген, осы шариғат үкімдерін білсе, өмір сүру жеңілдей түседі ғой. Бағанағыдай қарыздардың нормалары, серіктестік нормалары екі жаққа бірдей жүйеге келген кезде адам плавно әдемі кетеді өмір сүрген кезде. Осы ақылдар желінген кезде ғой. Анау мен күн жетіп, мен 10 күн жеймін дейді де. Ақылдар желінгенде уже уайым басталады, иә? Уайым басталады, бардак басталады. Бір-біріне сенбей қалған ғой, мынау мен саған қарыз бермеймін, неге? Өйткені сен бермейсің деген секілді. Анау мен серіктеспейсің ба? Неге серіктеспейсің? Өйткені онда аманат жоқ. Ол серіктескен ертең құртады бәрін. Жасырады деген секілді. Ал шариғатта сен мына жерге дейін келе аласың, мына жерден кейін мынанкі басталады деген сияқты хақылар қойылған кезде екеуміз де уайымсыз сол қағаз бойынша кете береміз ғой. Бұл жерде демек адамдардың өзінен кетіп жатқан қате, иә? Ана қашқан сайын проблемаға ұрынасың ғой демек, иә? Оны ашу керек. Оны ана ислам туралы не қылма бастайды ғой, сондай бар. Қазір бәрін харам қылып жібересің сендер дейді да. Демек ондай емес. Адамдар ойлайды, Нұрсұлтан Сыз, адамдар ойлайды, білмесем ақыретте
құтылып кетемін деп. Иә. ох Иә. міне енді кетті. білмей жүргем жақсы еді. Иә, білмей нәрсе. Негізі А, ол дұрыс емес түсінік. Бізде мынандай ереже бар да. Ілім алу мүмкіндігі бала тұра ілім алмасаң, сен ақыретте бәрібір сұра аласың. болды. Мен қажыларға айтатын мынандай кәрине сөзім бар. Зекет кейде шығып кетеді, зекет туралы әңгіме. Зекет бұл исламда 5 парыздың бірі, Алланың ақысы ғой енді. Иә. Сол кезде айтамын да, сенің зекет туралы білмеуің Иә. Алланың алдында сені аман алып қалмайды Аман деймін да. алып Мысалға деймін да, қызылдан өтіп бара жатсың. Иә. Светофор қызыл жанып тұр, өтіп бара жатсың да. Иә. Гай ұстап алды. Не дейді саған? Болды, праваң Иә. кетті, рұқсат қағазың. Машина кетті стоянкаге. Мен қызыл жанған кезде жүрмеу керек екен білмеймін деп айта алмайсың ғой сен. Иә. Сенің ол заңды білмеуің жауапкершілікті құтқармайды ғой. Құтқармайды. Дәл сол сияқты, демек табысыңды дұрыс таппау мәселесін білмеуің, Иә. Ертең ол сені Алланың алдында құтқарып. Ақырет білмей қалдым бұл мәселені деген. Білмей қалдым деген жоқ. Бұл Иә. демек 40 парызға мұсылманның әрбайын кіреді, иә. Керек. Иә. Осыған қатысты айтатын нәрселер бар ма? Енді бізде кімдер үзірлі болып саналады жалпы. Міне. Ислам, мысалы ол исламның ілімі жетіп армаған кезеңдер бар да, мысалы бізде. Мысалы СССР дейміз ғой, жаңа кеңес одағы жатуы мүмкін. Ода жалпы Алланы білгенімен о заманда. Бірақ ислам сауда құқықтар ол кезеңде ондай ілім тарамаған. Сол КСРО-ның уақытында өмір сүрген мұсылмандар осы адамның құқықтарынан сұралмауы мүмкін. Өйткені ол кезде ислам сауда жүйесі дамымаған, немесе ондай сауда ілімі жоқ болған. Сұрайтын адам болмады. Сұрайтын адам болмаған. Енді үзір бар да, сұрайтын ұстаз жоқ. Аллаға шүкір, енді қазір біршама ұстаздар бар. Енді мен енді әрдайым айтып жүрмін, шамамен 2000 жылдардан былай қарай ешкімде үзір жоқ деймін да. Уже білім келді. Білім келді, Аллаға шүкір. Совет үкіметінде кеткендер кетті дейсіз. Иә, ол кеткендер енді Алла Тағала әділ ғой, Алла Тағала әділ. Ешкімді жаңағыдай білім алу мүмкіндігі жоқ болса да сұрамайды Алла Тағала. Пендесін азаптағысы келмейді ғой енді. Мүмкіндігі болып тұрып, ізденбегендерге қатысты дейсіз ғой. Бұл жерде мүмкіндік деген кезде мүмкіндік өте көп болып кетіп тұр ғой. Өте көп қазір. Мысалға қазір онлайны бар, офлайны бар деген сияқты. Мысалға онлайн сіздің курстар бар, дұрыс па? Или ерекеңдік көбінесе офлайн. Ерекеңдік форматтар офлайн кездесулер кәсіпкерлермен. Бір жақсы жері Ерекең Ербосын ұстаз кез келген қалаға бара береді. Бара береді. Қызылордаға шақырсаң Қызылордаға, Ақтауға шақырсаң Ақтауға. Қызық емес, 2 адам болсын, 3 адам болсын. 2 адам, 3 адам шақырса да бара береді. Солардың жаңа кәсіпкерлік жолдарын адалдап дұрыс жолға салып кету үшін. Бұл Ерекеңдікі офлайн форматта. Енді мына жерде Айболсын ұстаздың Айболат ұстаздың Айболсын деп мен де қойайын демеңе. Жалап айтам арбағы деген сияқты. Айболат ұстаздың онлайн форматы бар. Онлайн арнайы курстар бар. Сабақтар түсіріп қойған. Енді қазір біз сабақтың соңына таман көрсетеміз. Офлайнға шамасы жетпейтін адамдар осы онлайн курсты сатып алып, сол жерден өзінің жаңағыдай енді действительно шынымен де уайымдайтын нәрсе. Бұл адам адалар мәселесі. Өткенде бір ана Қызылордада бір 2-3 күндік семинар өткізіп көрдік та, бір жігіттер ұсыныс болды өздерінен. Сұраныс болды өздерінен, сұраныс тастады. Сосын өткізейік деп бір 2-3 күндік семинар өттік. Ол кезде сауда саттыққа неге тереңнен кіргім келген жоқ. Жалпы кәсіпкерлік қағидалар деген тақырыппенен өттік. Бірнеше кәсіпкерлер жинады. Орта бизнес бар, шағын бизнес бар. Солармен де кіріспе ретінде өттік. Соны біз енді ойлаймыз ғой, мынаны білетін шығар деп. Сол кішкентай кіреберістің өзін білмейді екен деп сұрақтарынан байқадым. Біз енді өзім презентация бойынша бір 45 минутте өтіп тастаймын. Содан кейін сұрақ басталған кезде шай басында ашылды ана кісілер. Менің жұмысшым бар еді. Деңгейі білінеді ғой, сұрақтан. Ижараға байланысты сұрақ келеді. Мен бүйтіп арендовать етемін жұмысшы. Ол қалай болды? Қарызға неге байланысты әртүрлі сұрақтар келді. Ана мамандықтың несі қатты болып тұр да, сұранысы. Сосын біз енді ол жерден шыға алмайтын болғасын, бір жаңағы онлайн неде бір 7-8 сабақтық түсіріп қойғанбыз, сабақ жинап. Құдай қаласа осы видеомен бір шығып қалса, несін байланысын жібереміз. Міне үзір жоқ. Былай да былай, сол үзір дегеннен шығып жатыр ғой. Демек жағын ішінде сырттан жұмыс күшін алдырып, соның ақысы туралы сондай мәселе, кісі ақысы бәрі келеді. Жалпы тек қана аты жаңа кәсіпкерлік қағидасы дегенге сен ғана кәсібің бар ғой, сен көр дейтін нәрсе емес. Жалпы халыққа. Кім табыс тауып жатыр? Бір пожарник болып табады, бір медик болып табады, бір базар тұрып табады деген секілді ғой. Жалпы кім айлық алады? Сол кәсіпкерлердің түрлерін бөлдік.
адал кәсіп бар, дұрыс емес кәсіп түрлері бар. Бір өліксе сатып қою мүмкін байқамай деген секілді. Негізгі базаларды жинап сол жерде әйтеу мал кіргізіп жатқан кісілердің барлығы бір көріп шықса екен деген бір ниетпенен сондай түсіргенбіз. Жалпы мен бұл жерде түсініп тұрмын, бұл ақша таппа қызық емес, бұл сенің білу керек білімің ғой. Мен ақша таппаймын, значит маған керек жоқ деген нәрсе. Оны біл. Әрбір адам мен айтады, тірі адам тіршілігін істейді дейді ғой. Сол сияқты айтады бізде біздің ұстаздарым айтады, әрбір адам дейді серіктестік бабын білу шарт емес дейді, бірақ алып сату несін үкімдерін білу керек дейді. Өйткені әр адам аптасына 1 рет 2 рет болсын базарға кіреді дейді. Мен құдай қаласа мен мына жерде подкастта отырып біліп алайын тұрмын ғой біраз нәрсені, құдай қаласа. Мен де қатырып білмеймін ғой енді шілей. Бірақ енді осы жерден Алла тағала маған да бір жақсылық қалап, осы адалда болсын деп жатқан шығар. Бұл нарыққа сатушы болып кірмесек те, кәсіпкер болып кірмесек те, жоқ дегенде тұтынушымыз ғой біз. Мен мынадай нәрселерді естідім ғой, Айболат. Ерекеңнің офлайн сабағына қатысқан бір екі кәсіпкерден былай естідім ғой, дейді ғой. Біз адал деп жүрген нәрсе адал болмай шықты дейді ғой. Осы нәрсе бар ма? Осы нәрсе, енді бізде ойлайды адал сауда деп тек алдамай сату деп сөйтіп ойлайды. Тек алдамай сату ол 100% адал сауда осы деп ойлайды. Біз енді шамамен есептесек енді былай адал сауданың жартысы адалдыққа жаңағыдай адамгершілікке сүйенетін болса, жартысы ілім керек. Нұрсұлтан ұстаздың уағыздарына қарасаң, тек алдамай сатсаң болды, адал тапқан сияқты боласың да. Сол жартысын үйреніп алып содан адал. Жартысын сізден үйренсе, жартысын бізден үйреніп. Мен айтамын да, менің мақсатым шақырып беру деймін да, бері қарай. 50% істеп қойдыңыз. 50% істеп қойдың. Енді ары қарай мамандарына барыңдар. Менен келіп зекет туралы айтты. Мен айтамын, бауыр, мен зекетті шаша алмаймын деймін да. Мен 40 қойдан бір қой, жылына бір рет парыз екенін білемін. 30 сиырдан бір жасар бір тана, ондайларды білемін деймін. Мен шақырып берейін деймін. Ары қарай міне мамандар айналсын деймін. Ары қарай шымшық қасап сөз. Несі былай ілімді адам өзінің адалдығына қанағаттанбайды негізінде. Жалпы былай түсінігі дұрыс адам өзінің адалдығына плюс қосымша ілім ізденеді. Сол былай саналы адам деп айтамыз. Жаңа бізде дін туралы сөйлеп жатса болды, бәрін білет деп ойлайды да. Мысалға тікелей эфирде отқан кейбір ұстаздарға осындай сауда саттықтың сұрағын қойып жібереді, ол тікелей эфирде бүкіл халыққа бір фатуаны береді да, мысалға. Мен айтамын да, ол болмайды деймін да, ол кәдімгідей мамандардың арасында қаралу керек. Оған мынадай, оның отбасындағы шаруа проблема басқа, мына отбасындағы проблема мүлдем басқа. Екі отбасыға бірдей фатуа кетіп қалды, мысалға. Ол құртады. Бізде түстің өзінде екі бірдей түс көріп келген адам екеуіне бірдей фатуа беруге болмайды. Түстің өзінде. Жорыған кезде. Мынаның жағдайын тыңдайсың, сөйтіп барып оған бересің, мынаның жағдайын. Мысалы, біреу ауырып тұрған болуы мүмкін, біреу кәдімгі бай кәсіпкер да. Бір фатуа бердің, кеттің, біреудің өмірін талқан шығарасың. Сол сияқты әр нәрсенің құрметті көрермендер маманына жүгіну керек, лажы бойынша. Міне Алла тағала осындай бауырларымызды бізге қазаққа бергеніне шүкір деп жатырық, әйтеуір. Енді келесі сұрақ, мысалға, мынадай да сұрақ бар. Бұл жерде Алланың ақысы жоғары тұра ма, әлде кісінің ақысы жоғары? Қоғамдағы мен хит сұрақтарды қойып жатырмын бүгін. Кейін ертең кіре береміз біз ары қарай подкаст сайын. Өзіңізде хитсіз сұрақтарыңызда хит қойын. Алланың ақысы бірінші орында тұра ма, әлде адамның ақысы бірінші орында тұра ма? Неге? Мен мынадай оқиғаны білемін, өйткені ше, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Саламат ибн ал-Аквақ деген сахаба риуаят етеді, оқиғаны айтып жатыр да. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жаназа әкелінді дейді бірде Мәдинада. Сөйтті де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған қарызы бар ма деп жиналған жамағаттан сұрады дейді. Мына мәйіттің қарызы бар ма деп сұрады дейді. Сонда қарызы жоқ деп айтты дейді. Уәлилер төлеген алған деген сияқты. Енді қарызсыз пенде болмауы мүмкін, бірақ төленген. Қарызы жоқ. Пайғамбарымыз жаназа оқыды саллаллаху алейхи вассалам дейді. Сөйтті де тағы бір жаназа әкелінді дейді мәйіт. Мына кісінің қарызы бар ма деп айтты дейді. Сонда бар деп айқайлады дейді. Сонда пайғамбарымыз достарыңа, жолдастарыңа өздерің жаназа оқи беріңдер деп кетіп қалды дейді. Оқымаған ғой. Оқымаған пайғамбарымыз. Сонда кетіп бара жатқан кезде Абу Қатада деген сахаба, я Расулалла, бұл менің жақыным, мен қарызын өзім төлеймін. Міндетіме аламын. Иә, мойныма аламын, мен аманат қылып, мен өзім төлеймін. Қане кім еді қарыз, шық бері қарай. Деп ана кісінің қарызын мойнына алып,
сол кезде барып пайғамбарымыз намаз оқыған дейді саллаллаху алейхи вассалам. Демек бұл жерден білуге болады, қарасаңызшы, кісі ақысы қалай, Алланың ақысы қалай деген. Пайғамбар кісі ақысына қатысты мәселеде өте қатты қараған. Алла кешірер деп жіберіп жүрмеген ғой. Иә, жаназа, мысалға жаназа барамыз ғой, бәріміз жаназаға барамыз ғой. Ол жерде намаз оқыды ма, ораза ұстады ма, зекет берді ма деп сұрамайды имамдар. Қарызы бар ма деп сұрайды. Кісі ақысы. Иә, кісі ақысы сұралады да, көрдіңіз ба? Демек бұл деген сөз өте маңызды нәрсе да. Ақтық сапарында. Ақтық сапарында кісі ақысы бар ма деген. Әрине, бізден нұрсұлтан енді усул фиқ деген ілім бар. Фиқтың негіздері деген соның соңғы жағында осы келеді осы мәселе. Алланың ақысы алдын тұра ма, әлде пәнденің ақысы ма деген кезде, енді өзіміз бірінші ілім алып тұрған кезде былай адамның ақылына салсаң, бірінші Алланың ақысы жоғары тұру керек. Әрдайым. Солай ойлайды. Көшеде қарапайым халық солай ойлайды. Бізде басында ілім алып бассаңыз солай ойлағанбыз. Өйткені Алла ғой деп ше, адам күте тұрады деген сияқты. Сөйтіп оқыған кезде құқығыл ибад мұқаддамын әлі құқығилла дейді. Пенделердің ақысы Алланың ақысына қарағанда жоғары тұрады, алдын тұрады деген. Бірінші соны өткіземіз дейді. Сөйтіп мен өзім таңғалып қалдым, бұл қалай деп. Сөйтсе ислам ғұламалары өте шебер ғой енді ол кісілерден қарайды. Енді ол бүкіл әлемге үлгілі жүйені ұсынған. Өйткені дейді, Алла тағала өзінің құқықтарын ақыретте кешіріп жіберу әбден мүмкін дейді. 99 мейірімін алып қалды, бір мейірімін. Ал адам дейді, өзінің құқықтарын ақыретте мүлдем кешірмейді дейді. Өзіңіз білесіз, осы өмірдің өзінде адамдар бір кішкентай 10 мың теңге, 20 мың теңге қарызын кешірмей жатқан кезде, ол ақыретте қалай кешіреді? Ана күндік ауырлығынан сауабын іздеп бір-бірін. Айтады. Алла тағала енді бізде енді кейде намаздарымызды қаза қыламыз, кейде жаңа оразаларымызды дұрыс емес істеп қоюымыз мүмкін. Сөз Алла тағала не үшін ақыретте оларды кешіру ықтималы бар десе, өйткені Алла тағала ол құлшылықтарға осы өмірде де ақыретте де мұқтаж емес екен. Бірақ осы жерден енді біреулер қазір андай нәрсе түсініп алуы мүмкін. Значит, намаз оқымай қойса да болады деген сияқты. Жоқ. Өткенде бір ұстаз ғайбат туралы нелер шығарып жатыр да, бір жаңағыдай ғайбаттамау керек, ғайбаттың орны туралы. Ғайбаттың бір енді риуаяттарда келіп жатыр, енді білмеймін ол қаншалықты не екен. Ғайбаттың үкімі бұл зинадан да жаман, зина жасаған адам кешіріліп кетуі мүмкін, ғайбат жасаған адам бұл адамның ақысы кешірмейді. Мен айтам, мен жазып жібердім да, ол ғайбат айт не зина жаса не, зина ғайбаттан да ауыр болып кетуі мүмкін деймін да. Дұрыс, кісі ақысы, ғайбат кісі ақысы, зина да кісі ақысы ғой. Зорланып қалып жатқан қыздың әкесі бар емес па, ағанасы бар емес па, ертең мысалы тұрмысқа шықпай ма, ағасы бар емес па деген сияқты. Ол жерде де кісі ақысы бар да. Сондықтан бір күнәні жаңағыдай мықты қылып көрсетемін деп екінші күнәні тастау. Мысалға бүйтіп келетін болса, ғайбатқа дүре жоқ шариғатта. Ғайбат айт деген деп дүре соғылмайды. Бірақ зинаға дүре бар. Дүре бар, ойнастық жаңағыдай үйленбей ойнастық жасаса, үйленіп ойнастық жасаса, олардың үкімдері өзгеріп отырады. Мысалы, өлім жазасына дейін апаратын кездер болады. Сол жаңағыдай біз жаңағыдай алтылай өзінің құқықтарын ақыретте кешіру жіберу ықтималы бар деген сөзіміз ол осы өмірде құлшылыққа жаңағыдай бей-жай қарау сөз емес қой. Оны да барынша істеуіміз керек. Осы жерін дұрыс айтпасақ бар ғой, қазір біздің адамдар қазір басқа андай жақсы вариантын түсініп алады да, бүйтіп андай бола береді екен намаз оқымаса. Ыңғайлы вариант десеңізші. Жаңағыдай сол біреулер бүйтіп түсініп жүрген да, ғайбат айтпасам болды, зина істей берсем болады екен деген сияқты. Жаңағы ондай болмайды ол. Жоқ, ондай болмайды, ол дұрыс емес. Енді ақыретте біз енді барынша Алланың құқықтарын осы өмірде сақтық жасаймыз, намазымызды оқимыз, оразаны ұстаймыз. Енді кейде адамбыз ғой, кейде біз барынша істегенімізде бір-екі қателіктеріміз болуы мүмкін. Соны Алла тағала иншалла ақыретте кешіруі мүмкін. Енді мынау кісі ақысына келген кезде бір тиын да қарыз алсақ біреуге, мысалы біреуге 100 мың теңге қарыз бізде, оның ақшасын бердік, бір кішкентай ақша қалып кетті. Оны ақыретте кешіріп жіберу ықтималы бар деп айтылмайды, ол кішкентай қой деп. Оны кәдімгі ақы ретінде оны ақыретте
ал болады. осы жерге бір тұзық қылып қосып кетейін. Иә. Мына кісі алланың ақысына қатысты ше, кешіру ықтималдығы бар деп жатыр ғой. Аха. Сол кешірілетін алла тағала себептер жаратып қойған ғой осы өмірде. Намаз бен намаздың арасы бір бірінің арасындағы кешіреді. Рамазан мен Рамазан, жұма-жұманың арасында кешіреді дейді ғой. Хадистегідей. Иә, кішігірім күнәларды осындай себептер жаратып истиғфар қылу мүмкін деген секілді. Осындай мәселелерде кеткен, дәреттен де кеткендерді бұл кешіріліп отырады. Ал енді сіз жаңағы 1000 рет истиғфар қыласыз ба, біреуде қарызыңыз кеткен болса, ол мынаң истиғфар көп еді, бұл кешіріліп тұр примерно деген болмайды да. Бұл жерде жаңағы Аллаға қатысты ғой енді. Аллаға қатысты, өзіне қатысты истиғфарларды қабылдап, ол күнәларды кешіреді да, тәубені. Ал енді кісі ақысына келген кезде, шынымен былай келгенде ренжитін нәрсе ғой. Айтады да бір, мынау кісі менің қарыз алды да түпміш өмірді өтіп кетті дейді. Менің ақым қайда дейді. Менде Алла, сондай сен әділ жағдайлар емессің ба көп дейді, болған мысалға. Сөйтіп сұрайды ертең, Алла әділ емессің ба, қайда менің ақым кім береді деген. Ол кісі ертең қияметте анадан алады да ақысын. Алғанда қалай алады, жаңағы неде келгендей ғой. Хадисте, иә. Хадисте келгендей қарыздары бар, сұрайды, беріп отырады ананың сауабынан. Біреу таудай сауаппен бар дейді да, енді умрамен келген шығар, немен келген шығар, енді мыңдап оқып келді, сауап көп. Бірақ кісі ақысына кірген жаңағыдай. Сол сауаптарын таратады анаған, қарыздар кеткен, не істеген. Содан кейін мынада сауап бітті дейді да. Сауап бітті. Енді менде сауап жоқ, бұл енді бара ғой демейді. Енді мыналардың күнәларын аударады дейді. Бұл кісі ақысы деген хақыңды ешқашан жібермейді. Тіпті жануар бір-бірін сүздіріп ақысын алып беріп жатқанда, ол кісі ақысы мына өмірден өтіп кеткенменен ол құтыла қоймайды. Онда өмірде жалпы сауап көп істеп қою керек қой, вариант ретінде. Вариант ретінде. Енді осы жерде менде бір сұрақ туылып жатыр. Бізге келетін, жиі келетін қажылардың сұрақтары ғой. Дейді, мысалға мен кімге қарыз бергенімді ұмытып қалдым дейді да. Ондай жағдай бар, бәрімізде бар. Ұмытып қалдым дейді. Жағдай қалай, тағы бір не бар ғой. Қарыз бергенімді ұмытып қалдым, алғанымды ұмытып қалдым. Ұмытып кеттім анадан қарыз алғанымды ше. Или мен алған адам содан кейін кездеспей кеттім деген сияқты сұрақтар келеді. Мысалы бір кісімен осындай бір маған жақсылық жасап жіберді, не қылып жіберді, бірақ содан кейін таппай қойдым дейді сол кісіні. Қайтарайыншы десем, таба алмай жүрмін дейді әлі күн. Мүмкін өмірден өтіп кеткен болуы да мүмкін. Мүмкін кім екенін білмейді. Осыған не дейміз мысалға? Артында бірінші жаңағыдай өмірден өтіп кеткен болса, егер мирасқорларын қарау керек дейді. Танымаймын мен, вообще мүлдем танымайтын болса, жақсырағы жаңағы сол кісінің атынан садақа қылып беру керек қой. Қандай сумма ше? Қарыз борышкер. Иә. Мен оның атын да білмеймін, я Алла тағала, бірақ сен білесің сол пендені деп, сондай. Атынан несі бар еді. Садақа қылып жіберейік деген секілді. Соның атынан сол сумманы садақа қылып жіберсе. Сол үшін дұрысы қарыз алған кезде бәрін жазып жүру керек қой. Кімнен алдым? Әдемі ғой сол. Енді бергеніңді ұмытып қалып жатсаң тәуекел, ол істе аяқта плюс қияметте алайын тұрсың ғой. Кешіріп жіберіп жатсаң, ол да жақсы, сен жомарттығың келіп. Ал енді маңызы бұл жерде кімнен алғаныңды ұмытпау ғой. Кейде кешіре алмайтын суммалар бар ғой, соларды. Тек қана сондайлармен істейміз жұмыс. Олар не істейміз мысалы, үлкен суммалармен. Мысалға желіп қалған ақымыз бар да, мысалға 2-3 ай бойы қайтпай жұмыс істеп, бала шағаның нәпақасы деп. Ол мен емес, жалпы бұл менің өмірімде де болған жағдай. Сырттан көп келетін келімсек бауырларымыздың жағдайында да бар ол. Елдің ішінде де бар. Өзі қазақта да не болады. Ерекеңде практика көп қой, қарыз алып қайтармай сорлатып жүргендерді. Енді мысалы қарыз алып, мен осы 3 жылғы бір түйген ойым, кейбір қарыз алушыларды біз түсініспен қарап, оны жаңағыдай қарыз алған сайын қайтармай қой, немесе жартысын кешіріп береміз ғой. Негізінде ол істеріміз қарыз алушылардың ниетін, мінезін бұзады екенбіз. Негізінде. Вариант ашып береміз. Біз оған жаның ашып сен қарызын кешіп беру мүмкін, бір рет, 2 рет. Бірақ ол сенің істегенің оның жауапсыздығын арттырады екен. Ол саған істеген нәрсені анаған барып істейді. Сөйтіп ойлайды, мысалы сен кешіре берсең, ана 2-3 адамда бұл да мен қазір одан қарыз алсам дейді, ол да мені ана кісі сияқты кешіріп береді деген ниетпен алады екен. Ал енді сен талап етсең, енді былай айтқанда, егер іс насырға шапса, сотқа беріп өз ақыңды талап етсең, онда келесі адамдар да мені сотқа беру мүмкін деп қарызды қайтаруға асыға деген негізі. Соттың өзі қиын екен бізде қарызда. Ана бір бауырымыз соттасып жатыр да,
ол деген қарызымның ақшасы шықты дейді ғой уже. Жалпы мен айтқым келгені өзінің ақынды алу үшін біреуді сотқа арыз беру ешқандай айып емес ол. Ағайындар арасында ұят дейміз, жаңағыдай танысым ғой, мысалы ол сенен қарызыңды қайтармай зар жылатып жүруден ол ұят емес дегенде, ал сен оны бір кішкентай арыз жазуың үлкен ұят болып есептеледі дегенде, ол нәрсе орындарын ауыстырып қою ол. Енді бұл анан неге апарайын деп тұр ғой, жалқаулыққа, қарыз қайтармауға әдеттенеді да. Ол жаңағы неде келгенде хадисте, наоборот, керісінше қарыз алған адам ниетінде отбасыда басталған кезде қарызды қайтарам деген ниетпен алатын болса, Алла Тағала жәрдем береді дейді ғой, осындай хадис бар. Ал егер ол баста бұзық ниетте болса, қарызын қайтара алмай жүрген бауырларымыз қайтара алмай жатырмын дейді ғой, вариант шықпай жатыр. Балға баста алған кезде бұл кешіріп жібереді, мен сен жаңа аузыңды ашып жіберемін, бермей қоямын, ұмыттырып жіберемін деген ниетпенен алғасын, сол қайтара алмай жүр да. Ниет дұрыс емес бастағы. Ниеті дұрыс болса, оны қайтара береді да оны. Жаңа хадисте келгендей. Мысалға, қанша бауырлардың арасы кәдімгі қарыз себепті ажырап кеткен ғой. Өкінішке орай. Өкінішке орай. Оның бізде қоғамдағы түсінік, қарыз беруші адамға айтады келіп, екеуің араң ажырап кеттіңдер, қарызыңды кешір жасай деп, негізі қарыз беруші адамға негізі былай айып тағылады. Ол негізі мүлдем дұрыс емес. Қарыз алушы адамға айту керек. Сенің себебіңнен мына екеуің ажырап жатсыңдар. Сен қарызыңды өз уақытында қайтарғаныңда бір араларың ажырамайды дедім деп, сол қарыздар адамдардың арасында ажырауы негізі көбінесе қарыз алушылар кінәлі. Бәзе кәдімгідей араны суытып жіберіп жатыр ғой мына қарызды, ақша деген. Берушілерге арты акцент қояды ғой, сен байсың ғой, не жетпей жатыр. Өзіңді күнәһар сезініп жүресің, сұрайын десең бір түрлі болып жүрсің. Менде ақша бар алуы, менің ақшамның бар болу, менің жағдайымның бар алуы, мен өз қарызын біреуден сұрамаймын деген сөз емес ол. Менің жаңағыдай бір оборотыма, кәсібіме, жұмысшылардың айлығына ақша керек болуы мүмкін оған. Өзінің мұқтаждықтары болуы мүмкін. Кейбір ақшасы бар адамда мұқтаждары болуы мүмкін. Туған туыстары бар, айналасы бар, несі бар. Сол үшін ол жалпы өз қарызын сұрау ол айып емес, соны түсіну керекпіз ғой. Енді білмеймін, енді хадисте де айтып жатырық, мысалға да қарыз туралы аятты да айтып жатырмыз, бірақ нәтиже өте аз. Бұның зияны бар ғой, Нұрсұлтан. Қарыз деген негізі бұл ақтү табаррукқа кіреді ғой. Табаррук қалай дейді, қайырымдылық деп айтамыз ба? Сауапты. Өз еркімен істейтін істер. Мейірімділікке жақындататын іс еді ғой бұл негізі. Қарыз ба? Қарыз беру. Бір іштейін деп жатыр, кәсіп істейін деп жатыр да, соған көмектесіп жібердің, кәсіп дөңгелен саған қарызын қайтарды. Бұл қоғамда жылжытатын нәрсе ғой қарыз деген. Сондай күшті табаррук, қайырымдылық мақсатта істелетін нәрсе ғой. Аяққа тұрғызып жіберіп, ананы қайтарады. Сондай нәрсе бұл негізі. Өкінішке орай, мынандай жаңа қарызды алып қайтармайтын болғандығы себепті, қарыз деген бізге жаман сөз болып қалды ғой. Қарыздан жеркенетіндей болып қалды. Бермесең сен жек көретін, ақшаң бар ғой дейді. Оның барлығына бағана қарызын қайтармай жүргендер кінәлі да. Қоғамда осындай қарыз туралы дұрыс емес түсініктің қалыптасуына себеп болды. Ананың кесірі басқа бір кәсіп бастағысы келіп жатқан адамға тиіп кетеді. Мен бір кәсіпкерге барып, осындай жоспарыммен келіп тұр, мындай еді, қолдап жіберсең, кәсіпкер не болып кір болмаса қарызға бер деген секілді. Ол кісі де сенбейді. Ол сен сияқтыларды көріп ұстаз болсаңдар ренжіме енді деген секілді. Сол үшін Елдос ұстаздың күшті сөзі бар, иманын көтеретіндей қарыз бердік. Иманын көтеретіндей қарыз бердік. Кейін біліп қалдық қой деймін, бір білмей қалдық. Ертерек айтпайсың ба деп. Ертерек айтпайсың ба деп. Жаңағыдай бір ғалым сөзі есіме түсірді да, осы не бойынша. Бізде Жауһар кәламия деген ақида кітап бар. Осы өзіңіз білесіз жаңағыдай. Соның соңғы жағында бір сөз ұнап қалды да маған. Ол кітап сұрақ жауап кітап та, сұрақ жауап. Негізі ақида кітап ол. Сұрақ жауап ең ақырында айтады. Мәни Саид дейді, шынайы бақытты адам кім дейді. Сол кезде жауабын айтты тоғыр. Мән қома би хуқилла ва хуқил ибад дейді. Алланың да адамның да ақылларын беріп орындап жүрген адам дейді, ең бақытты адам. Осыған қатысты бір хадистер нелер жоқ па? Мысалға жәннатқа барады деген сияқты. Ол Алланың да ақысын және адамның да ақысын істеп жүрген адам,
болды ғой ол бірақ, артық сұрақ жауап аз болады сол ғой осыға сұрақ жауап жеңіл болады. сұрақ жауап жеңіл болады дайын бара тұр өйткені ол Да, дайын. адамдармен есептеспейді. есептеспейді алламен Алланыкін істеп өзі қойған. істеп қойған деген сияқты А, намазын оқып жүр ораза ұстап жүр зекетін қажылығына бала істеп қойған адамдардың ақса кірмейді барлығы енді осы жерде ана хадиске, осы хадистегі адам кіре ма? Пайғамбарымыздың хадисі мысалы қиямет күні жаңағы адамдар қиналып жатқан кезде, өз терілеріне өзі батып жатқан кезде Алланың аршысында 7 топ адам болады. Олар демалып жатады деп ше, рахаттанып. Солардың ішінде әділ басшы дейді. Осы әділ басшы деген ішіне жаңағы адам кіре ма? Әділ басшы дегенде Алламен де әділ, қарамағындағылармен де әділ. Енді бұл жерде басшы деген сөз обязательно жаңағы міндетті түрде немес қандай бір басқа бірдеңе басқаратын ел басшы деген сөз емес. Бәріміз басшымыз ғой. Күллікум роғайын деді ғой пайғамбарымыз. Бәрің бақташысыңдар. тек пенделердің ақысы дегенде тек қана ол ақшалай да кірмейді ол жаңағы басшылық жалдамалы жұмысшылар отбасылық адамына құқықтары барлық адамына кіре береді ғой Сен еш жерде басшы болмағанның өзінде тым болмағанда отбасында басшысың ғой. Айыл ерінің малына басшы деді. Бала шағасына. Хадистегі дейді, дұрыс па? Демек дүниеде басшы емес адам жоқ қой. Жауапкершіліксіз жүрген адам жоқ. Дәл Бәрі сондай. мәсул ғой. Мәсул. Сол кішкентай неден айтып береді ғой, еркек отбасы үшін сұралады, әйел сол жаңағы ердің тауып келген мал дүниесінен сұралады дейді. Жаңағы үйде жоқ кезде беріп жүрмеу керек, рұқсатымен шығу керек деген секілді. Күйеуі жоқ кездегі үйдегі мал мүлікке. Сол үшін сұранбайтын ешкім жоқ. Барлығында жауапкершілік бар деп айтайықшы, енді сұралады десе ауыр түсіну мүмкін. Жауапкершілікті жүктей беретеді ғой. Сенде мынандай жауапкершілік бар. Күллікум мас'улун деп тұр ғой, жауапкершілік өзінде жауапкершілік бар қалай болған кезінде. Тапқан малын менде тұр, оны өз білгенім істеймін деген дүние емес та. Отбасың ақысын бердің ба, ананы бердің ба деген секілді. Мен шөлдеген сияқтымын да, осы жерде бір кішкентай бір үзіліс беріп, мынау шөлімізді қандырып жіберсек па деп жатырмын. Бүгін мына бізге түсірілімімізге демеушілік танытып жатқан Сұлтанай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Вьетнамнан алдырып жатқан Винут деген халал өнімдері, сусындары, кофелері бар, сосын жаңағыдай шырындары бар. Табиғи кәдімгі сығылған шырын деп айтып жатыр. Құдай қаласа қазір дамын көреміз. Бисмилля. әдемі екен, машалла. Ананас. Керемет, дәмі өте тамаша. Бауырларымыз осындай бір керемет кәсіпті бастап, Қазақстандағы мен білуімше алғашқы дилер, жалғыз түйір дилер. Осы арқылы кетеді деді. Осы арқылы бүкіл Қазақстанның барлық қалаларына тарата алады. Мына жерде халал сертификаттары бар, кәдімгідей берілген. Оның қоса кофелері бар. Кофелерінде дәмін бәрін араластырып не істеп жатсың деп көрермендер ұрсат шығар. Дәмін татып көрсетейін десейші. Өтірік болмасын деп жатырмын да, кәдімгідей шынай. Бисмилля. Мынадай салқын кофе. Мен өзім машинада жүрген кезде осыны ішіп жүремін. Салқын кофені ішіп жүремін. Маған жақсы болды. Құдай қаласа коробкамен салып жіберіңіздер. Маған Сұлтанай жауапкершілігі шеріктеу серіктестік компаниясы. Алла кәсіптеріңізге берекет берсін. Мына төменге номерін қалдырамыз. Бүкіл Қазақстан бойынша сол номерге хабарлассаңыздар, өздеріңіздің магазиндеріңізде, дүкендеріңізде осы өнімдер Құдай қаласа жарқ етіп тұрады. Ал шөлімізді қандырып алсақ, шаршағанда басатын, сарайыңды ашатын деп, шырын болмай жақанда Винуттан асатын деп. Ары қарай неміз жалғастырайық. Өте жақсы, керемет сұхбат болып жатыр. Енді осы жерде ақыры қарыз кісі ақысы болып отыр ғой. Мен өзіме хит келетін сұрақтарды айта берейін да. Маған бүй деп айтады. Ана қазір статус деген бәле болды ғой, қырылып өлетін болдық қой. Статуспен атсамыз. Статуспен, иә. Ана біреу суретке түседі, сонымен статусына қояды. Сонымен жазады маған, ұстаз, ана жігіт танисың ба дейді. Қой, білмей қақтым. Келді суретке түсіп кетті. Анда скриншоттап жүріп жатыр, мынаны танисыз ба дейді да. Сізбен шай ішіп дейді. Мен кіммен шай ішіп жатырмын мен? Мен любой адаммен шай ішіп беремін ғой, ресторан неде кездескені. Сол жаңағы мына жігіт мен қарызымды бермей жүр, бірақ қажылықта жүр екен, сіздің қасыңызда айтып жіберіңізші дейді да. Мә, ішім біртүрлі болып кетеді кәдімгі. Радарға түсіп қалған ғой. Радарға түсіп қой. Қажылықта жүр екен дейді. Бұл жерде енді қажылық умрада да болды, ол оқиға, менде қажылықта да болды, үлкен қажылықта да. Осы жерде ашайықшы. Қарызым бермей қан қақсатып жүріп қажылықта жүретіндер туралы айтайықшы. Пенденің ақысын бермей, Алланың ақысын қойып жүрмін дегендегідей ғой. Алланы разы қылсам, Алланы разы қылсам, құтылып кетемін деп тұр. менің нелерім кешіріледі. Алламен мәселені шешіп алсам болды деген сияқты бағанағыдай бастауыш түсініктер кетіп жатыр да. Ол тіпті сіздің бағанағы зекетіңіз берілмесе де, сол жылғы зекетіңіз берілмеген болса да, бағанағы қажылық
умра дегендер тоқтайды, бірінші соны беріп аласың. А, Содан кейін бар. Бұл енді умра оның қасында нәпіл құлшылық қой ерге. Иә, сол ғой. Иә, солар өтелу керек, қарыздар өтелу керек деген секілді. Ана қарыздар тіреліп тұрады, бірақ жаңағы жаққа барып. бірақ кейде мынадай жағдай болып қалады. Мысалға мен көк қарызбын. Ерболсын келді да маған бір жағдайын түсініп жүрмін, қиын болып жүргенін біліп жүрмін. Бір умраға барып дұға қылып кетші деп, ана сертификат подарить ететіндер бар да, сыйлық. Сонымен кетіп қалып жаңағыдай радарға түсіп қалатындар бар. Олар қалай болады деген осыны ашайықшы. Иә, дұрыс. Дұрыс енді қарызы бар адамның барлығы умраға бармау керек деген сөз емес енді. Ондай түсінікте шықпайды. Бізде үкім бар ма бізде мынау? Парыз, уәжіп, сүннет, нәпіл, әдеп деген сияқты. Енді егер неге умраға немесе қажылыққа адам өзінің ақшасымен бара жатқан болса, онда мына жақта қарыздар болса, немесе жаңағыдай ай болса айтқандай зекеттің қарыздар болса, онда бірінші соларды өту керек. Ал енді біреу жаңа жолдама сыйлап, біреу ағасына, біреу ата-анасына жолдама сыйлап жатса, онда қарыз беруші адамға барып түсіндіру керек. Бауырым, міне мен сенің ақшаңды мына жақта жинап жүрмін, или болмаса енді істеп жатырмын. Мен мынаны мен өзім ақшам емес, осындай кісінің маған жолдама сыйлағанына байланысты мен кетіп жатырмын деп бір алдын өту керек. Қаншама кісілер айтады, тұра сізге айтпауда болып тұрген ғой, проблема айтпауда болып. Сізге жолыққанда бізге де келеді ұстаз, деп айтады. Менің қарызымды неғылмай жүр, бірақ умрада жүр, қайтармай жүр. Сол кезде айтады да, ұстаз, бір мен алдымнан келіп рұқсат етсе, мен умраға барма деп айтпаймын ғой дейді ғой. Сапардан тыймайын деп тұр ғой. Маңдайынан иіскеп жүреді. Айналайын деп. Жауапкершілікте ғой, бағана мен біліп тұрмын, бар менде. Бірақ осыны подарить етіп барып келейін десе, ара бұзылмайды да. Ара бұзылмайды. Өзі құртып жатыр екен ғой. Бізде жоқ қой. Үшті күйлі жоқ болып келеді. Статуста тұрамасын. Түсінбестік бізде. Альхамдулилла деп ана қағылған. Анау Құдайға жиназа берейік. Өзіңіз көрсетіп, видеодағыдай жаңағыдай флюс деп тұрады да. Жоқ, енді қағбаң жанына барып шешіліп кетеді дегенде, мысалға дұғалардың бәрі 100% енді біз үміт етеміз ғой қабыл болуына. Бірақ ол жаңағыдай дұғаға жауап берілмейтін кездер болады ғой, мысалы, дұрыс па? Сен қарызын қағып барып дұға алып келейін деп, қарызыңды бермей қағбаға кетіп қалуың өзің жеке басың. Сертификатсыз айтып жатырмын. Кетіп қалуың ол жақсы емес сияқты. Ол жақсы емес ол ғой. Одан да сен аз болса да ананы разы қылып қарызыңды беріп құтыла бер шетінен, иә? Құтыла бер шетінен. Бізде андай дұрыс емес қой, мысалы менің қарызым 10 миллион, бәрібір де мынау 600 мен құтыла алмаймын ғой деп ойлайды да. Ондай емес, сен 600 болса да бір айтады. Бастамасын басташы. Бізде андай ғой, жүрегін хотя бы кішкене тыныштандырып қоясың да. 600 мың теңге беріп, сәл ертең тағы беремін 600 мың теңге деген сияқты. Иә. Солай істеу керек. Енді оның бәріне айналып келгенде сол иман плюс ілім керек қой, сол екеуі де керек. Мынаны жаңа рекламалап жібердім, ана жердегі оператор балдарды патырлатып ішіп жатыр ше. Сонда бағанадан бері ішіп отырсың. Керемет. Реклама уже кетті, өз әсерін беріп жатыр. Реклама әсерін беріп жатыр. Сана тас болсын, бауырым. Бізде мұсылмандар арасында не жоқ қой, ұстаз, андай ашықтық жоқ қой, жалпы ашық әңгімелесіп қашып жүреді бір-бірінен, оданша алдына келіп кәдімгі мұсылманша әңгімелесіп жағдайын түсіндірсең. осы жерде бір оқиға есіме түсіп жатыр, енді сөздеріңізді бөлейін кішкентай. Ашықтық дегенде анау пайғамбарымыз Хунайн шайқасынан келеді ғой, саллаллаху алейхи вассалам. Енді Хунайн шайқасында өте үлкен олжа түседі, Меккені ашқаннан кейін. Сол кезде Абу Суфиянға 100 түйе, баласына 100 түйе, анаған 100 түйе, мынаған 100 түйе сөйтіп атады ғой. Қайттан 40 түйеден береді, 4 килограмм күмістен береді жаңағы. Меккеде енді қабылдаған исламды мұсылмандар. Мәдиналықтарға дым жоқ қой. Сол жерде әңгіме кетеді, уже көрдің бе? Мұхаммед есегі судан өтті, жаңағыдай меккеліктер болды, исламды қабылдады, біз керек емеспіз деп ансарлықтардың арасында әңгіме жүреді да осындай. Әңгіме, ол әңгіме уже пышылдап пайғамбарымызға жетеді. Бықсиды, қарасаңызшы. Осы жердегі пайғамбарымыздың істейін айтқым келіп жатыр, саллаллаху алейхи вассалам. Бірде бір мұхажирді кіргізбейді, тек ансарлықтар жиналыңдар дейді. Сөйтеді де айтады, осындай емес па, осындай емес па, осындай сендердің арқаларында дін, мен ұзақ енді тез айтып жатырмын, сендердің арқаларында осындай болды, дін болды, бауырларым дейді, соңында айтады ғой. Мен сендердің іштерінде өмір сүрем, сендердің іштерінде өмірден өтем дейді. Егер де мен пайғамбар болмағанымда, мен ансарлықтардың бірі болатын едім дейді, мәдиналықтардың бірі болатын едім. Адамдар үйлеріне қойларды, түйелерді, күмістерді арқалап қайтып бара жатқан кезде разы емессіңдер ме Алланың елшісін алып қайтуға дейді да, Мәдинаға қарай.
осы жерде пайғамбарымыз ана бықсып атқан не бар ғой жаңағы ол енді қоя салшы олар не демейді десе болады, басылады деген басылады деген сияқты. Ол бықсу кәдімгідей ансарлардың қолбасшысына дейін кетіп тұр ғой. Сен не дейсің деп жатыр да пайғамбар, сен не дейсің десе, аллаң естісін, мен де сол қауымымның ойындамын дейді да. Қауымымның ойы не деп жатыр содамын дейді да. Әңгімеге ермейді ау деген адамның өзі еріп кетіп тұр да, көрдің ба? Демек бұл проблема, ашықтық жоқ жерде проблема бар да. Өте проблема. Сол үшін бұл бүкіл салада, бұл ерлі зайыптың арасында да, бұл қарыз мәселесінде де ана бықси беруге болмайды да, өздігінен ашып алу керек та. Сол бұл пайғамбарымыздың бір стилі керемет. Бірақ бықсып атқан нәрсеге ашып алу үшін бұл жерден пайғамбарымыз қолданып атқан қараңыз, соған қатысы бар адамдарды ғана жинап жатыр да. Сырттан біреу да келсең, ол тағы бықсытады да, оқиғада болмаған ғой өйткені деген сияқты ғой. Сол үшін де демек қорытынды жаңағы алғанымыздан қажылыққа умраға баратын адам сертификат сыйланса егер де мысалға құрметтеп жаңағыдай бір жағдайын түсініп, онда ол адам қарыз адамдардың алдынан бірауыз өткені абзал болады. Ал енді сертификатсыз өзі кетіп бара жатыр, бірақ көк қарыз, ол адамның қарызын аз болса да құтылып қойғаны абзал болады. Мысалы анда да ұстаз ол бара бер деп айтуы мүмкін, жаңағы өзінің ақшасымен болса да бара берші, мен кейін сұраймын қарызын деп, бірақ бәрібір де ішінде бір нәрсе қалуы мүмкін оның. Сол үшін оны умраға бармай өз ақшасын барып жатса да умрадан қалып анаған құтылған жоқ, мен сенің ақыңды бірінші қоямын деп. Осы жерде қабыл болу болмау дегенге кіре аламыз ба, кіре алмаймыз ба? Оған енді аллаға мәлім ол енді. Аллаға мәлім. Өткенде бір зекет туралы подкаст түсірген кезде осы материалдарды қарағанбыз. Зекет Қызылорда бойынша жауап беретін ағамызбен не болды, подкаст болды. Сол кезде осы не шығады дейді. Зекетін өтемей қажылыққа барып келетіндер болады деген. Үлкен қажылыққа. Үлкен қажылыққа. Сол туралы не дейсіз деп сұрап жатыр ғой. Сонда нелерді қарасам, кітаптарды, нелерде келген екен. Қажылығы дұрыс деп айтамыз дейді. Бірақ анаң зекетін кешіктірген үшін ол пасық болады деп келген екен. Кім солай, Екі кітапта сөйткен екен, күнәһар деп ше. Сен мойнынан түседі жаңағы өтелді, намазың дұрыс деген сияқты, кемшілік болса деген. Сол секілді. Сауап жоқ деген сияқты. Сауап жоқ деген. Анаған пасық деп кәдімгідей жазып қойған. Несін зекетін бермеген. Оразада ғайбат айтып, сауабынан айырылған адам сияқты ғой. Анаған мойнынан түскенменен бағанағы несі зекеті орындалмайды. Сауабы орындалмайды бәрібір. Зекеті де сол ғой, кісі ақысы ғой зекеті. Пенделердің ақысы фи амуалихим хаққун маълум демей, олардың мұсылмандарды сипаттаған кезде аятта, олардың сол қолдарындағы дүниелерінде ақы бар дейді, 100% сенікі емес. Кедейлердің ақысы бар. 40-тан бір кедейлердің ақысы бар, соны бер деген секілді. Ал қарыз оның ар жағында да енді ол. Бізде енді андай оқыған қазіргі заманда енді бізде тек құлшылық істегенде парыз мойнымнан түссе болды деп жоямыз ғой. Негізі ондай емес мақсат. Біздің мақсат парыз мойнынан түсу керек. Оған қосымша сауабын алу керекпіз ғой. Осы екі нәрсе біз тек стандартный оқыған нәрсе ақыретте мен тұра алмасам парыз мойнымнан түссе болды деп жоя береміз. Жаңағы қажылық болсын, зекет болсын. Мақсат ол парыз мойнынан түсу ол ең аз нәрсе болу керек бізге. Одан қосымша сауабын содан толық алайын деп істеу керек. Ол сауабын толық алу үшін жаңа Айболат айтпақшы, артыңның бәрі таза болу керек. Қажылыққа барсаң да зекетіңнің біреуге қарызын құтылып барсаң, иншалла парыздан мойнынан түседі иншалла. Плюс жаңағыдай хадистерде айтылған сауаптарды да алып қайтасың елге иншалла. Қабыл болу ықтималы енді жоғары болады. Варианттарынан галстук болып қояды ғой, мойнымнан түсті деген сияқты. Оның без қасына сауабымен қосып кемел алу керек та ол. Сауап керек болып тұр. Сауап деген нәрсеге шынымен қоғамда түсінгенім өте бейжай қарайды деген. Сауап болса сен аласың, сен соны дейді. Ағамыз айтқан секілді баяғыда көп жиі келтіремін. Ескі мешіт болды бізде ауылда. Сол жаңағы алашасы жатады ғой. Соны постоянно қағатын ана кісі, марқұм қайтыс болды. Сол қағатын не істейді? Алды екен ғой. Машалла алды екен. Машалла алды екен, бәрі сауапын бәрі алды екен деп еді. Сауап болса істемейсің ба деп ақымет жағысы. Сен неге алмайсың сауап кетің ба? Сол секілді сауапқа деген, мына жерде сауап бар десең, өкінішке орай қызықпайтын болып қалған адамдар ше. Көрінбейді ғой. Иә, сауабың кеміп қалады десең де қатты түсінбейді. Іштен тудырмайды еш нәрсе ше. Қызығушылық жоқ. Мойнынан түссе болды, жаңағы парыз деген секілді болады. Ал біз сауапқа қатты мұқтажбыз ғой. Тіпті жаңағы қасиетті мекенде де жүрсің ғой. Мына мешітте миллион есе, мына 100 есе деген секілді қызықтырған не үшін?
ол намазыңнан бөлек жаңағы сауаптарды көбірек алып кетсін деп жатыр да. Ертең бағанағыдай ақылар есілші болып қалып жатса деп жатыр ғой, иә. Көбірек ақыл кету керек. Аллар таратып береді. Случайно ұмытып кеткен бірдеңелер болуы мүмкін ғой. Енді Дұрыс қой, өмір ғой, кейде ұмытып кеткен ақылар бар да. сіздің сұрағыңыз иншалла ақыретте жеңіл болатын шығар. Сіз постоянно умрада жүресіз. Ойбой, Құдай. Әмин, Иншалла, әмин. иншалла. Бәріміздің жеңіл қылсын Алла тағала. Иншалла. Құдай сақтасын. Мұсылман екі дүниесін тең ұстау керек дейді ғой. Мұсылман екі дүниесін. Өйткені қоғамда кейде ана дұрыс емес түсініктер бар. Көбінесе намаз енді бастап жатқандарда болатын нәрсе ғой. Ақырет дейді, істеп жатқан кәсібін тастайтындар бар. Істеп жатқан жұмысын тастап кететіндер бар. Харам деп тастап тастаса. Харам дейді, мынау жерде болмайды. Андай нәрсе бар ғой, осы жаңағы құлшылық тек намаз, ораза, зекет деп түсінеді да. Осыны айтайықшы. Құлшылық деген намаз, ораза, зекет болды. Осы дейді, бізде осылай түсінік. Отбасы саудадан құлшылық емес деп. Мысалға, анау хадистер бар ғой, отбасын асыраймын деп адалдан үйіне таңертең шығып кеткен ер кісі дейді, мысалға. Үйіне кешкісін қиналып, жаңағыдай адалдан тауып келіп, шаршап келіп ұйықтаса дейді, ұйқысынан тұрған кезде күнәсінен таза болып тұрады деген. Бар ма хадистер бар ғой? Мысалы 40 хадис бар ғой, жаңағы қазақша аударылды деп жатқан, Құдай қаласа жарық көреді. Осының ішінде келтірген жаңағы ғибадат екеніне ше, ол істің сахабалар жиналып тұрған кезде бір жаңағы біз айтамыз ғой, пақыр жатпайтын кісілер болады ғой, шауып жүретін ше. Пысық. Бір сахаба осылай Шынымен жақтан соны жатпай шаруасы деп жүр дейді. Енді кейде пайғамбар саллаллаху тұрғасын жерде енді өзің діни ілім алып жатырмын деп өзің сезінесің ғой, сол сияқты сахабалар осының осы тыраштану дейді да, былай шауып жүргені дін үшін болғанда еді ғой деп айтты дейді сахабаның біреу арасында ше. Сол пайғамбар жұмыс істеп жүргенін осы дін үшін болғанда осындай тіршілігі деп айтып тұрды. Ол отбасы үшін жүр бай. Отбасы үшін жүр. Сөйтіп айтты дейді. Бұл пенделікпен болады ғой енді. Пайғамбар бірден дұрыс емес түсініктерді сол кезде түзеп қойған ғой енді. Сөйтеді де анан дұрыс емес екен, ол түсініктің қате екенін айтады. Егер де ол дейді, осы шығуы, үйінен шығуы таңертең бала шағасының аузына адалдан ас салайын деген шарты адалдан табайын деп шығатын болса, онда Алла жолында дейді. Яғни сауап деген сөз ғой. Құлшылық болып жатыр. Ал екінші айтады, ал егер де жаңағы ата-анасын біреуге қаратып қоймайын деген мәселеде, яғни өз мойнындағы ақылар болып, ер азамат болғаннан кейін тәуелсіз қылып қойын деп сөйтейін деген мақсатта шығатын болса, ол да Алланың жолында дейді. Үшіншісі айтады, егер өзін кісінің қолына мұқтаж қылып қаратып қоймайын деген мақсатпенен тіршілік істесе, біреуден тілемшілік болып қалмайын деген сияқты мақсатпен шығатын болса, ол да Алланың жолында дейді. Енді сондай ниетпен жұмыс істеп жүреді ғой енді бауырлар. Ал егер де Құдай сақтасын дейді, оның үйінен шығуы мақтанайын, біреуге көрсетейін, озып кетейін, мынау не салса мен де катис салайын, көрсетемін оған. Бізде біреуге дәлелдем өмір жүреді ғой. Өміріміздің бәрі соны өтіп жатыр ғой қазір. Көрсетейін, ойбай деп жүрегі ауырып жатыр. Сондай мақсатпенен шығатын болса, ниеті бұзық та, онда ол шайтан дейді, Алла сақтасын. Онда ол шайтанның жолында дейді. Сауап емес, ана кеткені еш болды да оның. Кіріп шыққан бәрі. Өте ауыр хадис екен. Сол үшін бұл ғибадат деген мәселе жаңа нәрсемен шектелмейді. Тіршілігің істеп жатқан, ниетің мойнындағы Алла тағала осылай міндеттеп берген ғой маған, нәпақаны отбасымның. Сол үшін шығайын. Оның үстінде жаңағы дұрыстап астын сызып тұрып айтатын адалынан шығайын деп әйтеуір еңбектеніп жатырмын ғой дейді де, адалына қарамайтындар көп қой. Тауып жатырмын шеше деп қойып жүрген. Қалай тапсам да тауып жатқан жоқпын ба деген секілді. Әйтеуір мал кіргізіп жатырмын, қайдан келген сұрама дейді ғой. Сөйтіп істеу мүмкін жоқ, олай емес. Адалынан тауып әкелсе, соның барлығын сауап алады екен да. Ал енді осы жерде мынандай сұрақ. Жаңағы адалынан деп өзімізше ұрып жатамыз ғой кейде уағызда. Халал бар деген сияқты ғой. Сол кезде бүй деп айтады. Адалдан тапсам жетпейді дейді. Қалай кетті? Бар ма? Бәрімізге келіп жатыр ғой. Адалдан тапсам жетпейді дейді. Сол үшін амал жоқ. Мына жерден жырмышылаймын, мына жерден жыртамын, мына жерден былай не қыламын. Қорқыныш. Ол жерде уже кісі ақысы болмай ма ол? Кісі ақысы болады ғой. Кісі ақысы болатын сияқты меніңше. Шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады дейді ғой аятта. Міне осы аятта келеді. Алла, шайтан сендерді кедейлікпен қорқытады. Алла не уәде етеді дейді? Алла сендерге кешірімін және кеңшілігін уәде етеді дейді. Біз Аллаға сендік дегеннен кейін дұрыстап сену керек та. Сенгеннен кейін шартылай сенемін. Кеңшілігін уәде етеді және кешірімін уәде етеді дейді. Анау шайтан саған сен адал жолмен жүрсең кірісің азаяды деуі мүмкін. Кім адалмен жүріп жатыр дейсің деген сияқты сондай шайтан мамандығы ғой енді. Сөйтеді біреу анау көрдің ба адалынан жүремін деп
құлдырады деген сияқты. Иә. Мұсылман адам адалмен жүруге қорықпау керек. Береке міндетті түрде болады ол адалда. Бірақ дұрыс істеу керек та адамнан. Зекетіңде шығу керек, дұрыс адалынан болу керек ол. Адал деген нәрсе оқып барып болу керек та. Сенің ойыңдағы адалдық емес ол бағанағыдай. Тек қана адал істедім деген, әділ істедім деген сияқты емес. Ол кітапқа сай адалдық болу керек та. Аман түсірген. Жықшын кейбір адал деп жүргендеріміз адал болмай қалып отыр. Сол үшін тағы да не мысал келіп тұр жаңаға байланысты. Адалдан істесем кәсібім дөңгелемей қалады деген секілді. Ауыр осындай не түсіп қалады, сынақ түсіп қалады. Меккені фатық қылғаннан кейін, ашқаннан кейін аяттар келеді ғой. Бұл жерге мұсылман еместі кіргізбе деген. Сол мағынада аят келеді. Ол жерге тек кімдер кіру керек? Мұсылмандар кіру керек. харам территориясы. Харам территориясына. Ал Мекке не ол? Ол базардың қайнаған жері ғой. Ол сәмауи діндерде де құрметті болып есептелді. Сол жерге келеді. Олай болмаған күннің өзінде ана жақтан, мына жақтан, оңтүстіктің батыстан бәрі сауда керуенменен тіршілігін істеп кететін. Тұтынушылардың енді тек қана мұсылман алады десе, мұсылман санымыз аз ғой енді ол кезде. Анау енді бірден сол жерде кәсіпкерлер құрыдық дейді ғой. Болды, енді мынау тек қана мұсылманды кіргіземіз, қалай болады екен деген сияқты. Енді адамнан істе деп жатыр деген әңгіме ғой. Қалай болады деген секілді. Сол аяттың ар жағында Алла тағала өзінің уәдесі бар екенін айтады, қорықпаңдар деп ше сол аятта. Осы аят түскеннен кейін армағата тағы жұбатады. Демек Алла тағала бір нәрсені тыйды ма, оның алдында міндетті түрде береке болады. Жаңағыдай адал істесем құриды екенмін деген нәрсе жоқ. Иә, андай бізде бар да, Айболатсыз, мұсылман адам өзінің ұстанымын құрметтеу керек. Әншіден өзінің ұстанып жүрген ислам дінін, өзінің ұстанымдарын, ойын. Бізде мынау жалпы қоғамның түсінігі деген бар да. Мысалы, қоғамда арақ ішу, ішімдіктер ішу кең жайылған болса да, сен мұсылман ретінде оған оның артына түспей, сен арақ ішпей жүрсің ғой. Сен иманың соны сен иманыңа байланысты сол арақты ішпей жүрсің. Ол бір. Екіншіден, қоғамда кейбір біршама адамдар зина істеп жүрсе, сен иманыңа сай оны істемей жүрсің ғой. Сол сияқты адамдардың арасында арам табыс тауып жүргендер болуы мүмкін. Сол сияқты сен де адал сауда істе. Қоғамның түсінігіне дұрыс емес болса да, барлық істеп жүр ғой. Мен енді солай істей беремін, мен амал не деген адам, ол әлсіз адам ол. Өз ұстанымын, ислами ұстанымын құрметтемейтін адам. Құрметтемейтін адам. Сол дұрыс емес болса да, өзгеріп кете берме деп тұр ғой. Өзгеріп кете берме деп жатыр. Сен өзіңнің замандар ол әртүрлі болып тұрады. Кей заманда адал көп болады да, арам аз болады. Кей заманда арам көп болады да, адал аз болады. Қазір біз енді қазір арам көбейген, арам көп заманда адалдық сәл аз заманда өмір сүретінбіз. Бірақ бізде ол исламда түсінігі жоқ. Арам көп болып адал аз болса, сен кішкентай болсын бір арам істеуге рұқсат деген сөз не жоқ. Үкім жоқ, ол нәрсе шықпайды. Сол үшін мұсылман адам өз ұстанымын, исламын құрметтейтін болса, енді былай айтқан кезде Алла және оның пайғамбарын артық бүкіл нәрседен қоям деген адам, ол құлшылығында да, саудасында да, отбасында да Алла және ол елшісі айтқан істеу керек. Сол үшін мұсылман адам өз ұстанымын, өз үкімдерін ортаға қоя білу керек. Мысалы, бір алып сату үкімінде болсын, бір кісімен бір сауда істесетін болса, онда исламның ұстанымы деп айтпай-ақ, міне менің ұстанымым осындай деп айта салсын. Оны осындай шарттарға көнсең, сауда істейміз. Олай болмаса істемейміз деген сияқты өзінің ұстанымдарын алға тартып, сол исламды жалпы алға тартып жүру, әрдайым солай жүру керек. Біздің әлсіздігіміз сол. Адамдардың барлығы арақ жүр ғой дейді. Біреу неге іштің десең, біреу неге орамал
ақпай жүрсін десе адамдардың бәрі орамалсыз жүр ғой дейді. Біреулер неге бұл дұрыс емес істі істеп жатсың десе, енді не істеймін, адамдардың бәрі істеп жүр ғой деп. Ол дұрыс емес. Ермеу болмау керек. Ерме болмау керек. Адам өзін құрметтейтін мұсылман Құрметтеу. өзінің ұстанымын, исламын құрметтей білу керек. Машалла. Керемет. Түйіндеуге де болады ғой, А, Түйіндеуге де бола ма? болады. Айтатын нәрсе болса, жалпы бір кіріспе ретінде. Иә. Жаңағы енді біздер қари болмағаннан кейін енді аяттарды ұмытып жатамыз ғой. Жаңағы Меккеге қатысты нені түйіндегім келіп тұр да, көп нәрсеге, адалға қатысты ризам кеміп қала ма деп. Осы аятты осы жылдан кейін мұсылмандарды кіргізбеңдер деп келді ғой жаңағы жерге. Осы жылдан кейін деді. Стайдулла ин хифтум айлатан дейді. Егер саудаларым азайып қалады, яғни кедейліктен қорықсаңдар дейді. Басты уайым біліп тұр ғой, көкейінде не бар екен адамдардың, меккеліктердің ше. Шынымен саған келіп тұрған тұтынушыларың азайып тұр ғой. Қанша адам келетін болса, енді бұдан басқа мұсылмандар кірмесін десе, тұтынушыларың тек қана узкий круг болып қалды сенің. Содан қорықсаңдар деп жатыр да, жаңағы табыс болмай қалады деген сияқты, кіріс кірмей қалады. Фасауфа юғникумуллаху мин фадлих дейді. Кеңшілігінен Алла тағала айтады сендерді дейді. Осы жерге сенім керек қой бізде. Осы жерге сенім керек. Сені тыйды ма, Алла тағала басқа жерден береді. Сен солай істе. Алла тағала уәдесі бар да, Алла тағала уәдесінде тұрады. Сен тыйылдың, егер осындай нәрседен қорықсаң, Алла тағала сенің өзінің кеңшілігін айтады. Инша инналлаха алимун хаким. Алла тағала дана иесі, баршасын біледі дейді. Саған не керек, не керек емес екенін біледі деп тұр ғой. Қай жері қинайды сені. Біздер тек осы келмейтін, Алланың заңына байланысты келмейді екен деп тыйылсақ, әдемі болайын тұр да. Демек, бұл жерден адал тапсам азайып қалады деген нәрседен қорқу бұл шайтанның уәсуасынан екен. Ана намаз бастасам тастап кетем деген, әлі бастамаған, бірақ тастап кетем деген қойып жүреді ғой. Сондай сияқты. Тура сондай қорқыныш қоя. Примерно мен шайтанның формулаларын түсініп жатқан сияқтымын ғой. Тактикалары бар. Тактикалары осындай екен ғой, жобалары. Әр салада әртүрлі кейіпте бір формуламен әртүрлі кейіпте келіп адамдарды қорқытады екен демек. Кәсіпкерлерді де қорқытады, тақуаларды да қорқытады, көшеде қарапайым адамды да қорқытады, намаз бастасаң құрисың деп. Анау жаңағы арақ ішетін де қорқытады, ертең арақ ішсең сен болмай қалады деп. Жаңағы көп енді барлық салада демек шайтан бізді қорқытады болып тұр. Енді құрметті көрермендер, көрдіңіздер, біз тек қана бер жағынан бүйтіп шалып өтіп жатырмыз. Мына енді біз айтылған әрбір тақырыптың ішіне келесі подкасттардан бастап, бөлімдерден бастап, Алла қаласа, әрқайсысына жеке-жеке тоқталамыз. Алла қаласа, мысалға мына жерде ақылар бөлінетін түрлері бар екен, мына жерде мысалға жаңа адалас деген тек сыртында халал деген жазуы бар, аспа деген сияқты. Сондай тақырыптар бар. Мысалы, отбасына адалдық деген жағы, ақы деген не? Сенімге қатысты тұсы бар. Бір баланы жоғары қойып, бір баланы сен деген, сенен дым шықпайды, сен мынау осыдан шығады. Бізде бар ғой осындай әңгімелер. Осы баламнан бірдеңе шығады дейді, ана баласы біртүрлі болып қалады да. Міне осындай тақырыптардың барлығын біз алдағы бөлімдерде қамтитын боламыз. Енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дейді. Қорытынды бір сөз айтайық, сосын мен өзімнің қорытындымды айтайын. Ерболсын ұстаз. Менің сол айтқым келгені, адал саудагер кім? Соның түсінігін біз түсініп алсақ екен. Адал саудагер дегеніміз кім деген кезде, жалпы ниеті түзу, ілімі бар. Бірінші былай айтқанда иман мен ілімді жинаған және соған сай амал қылған адам, сол адал саудагер. Енді ілімі бар деген кезде ол қандай ілім бар? Жалпы адамдардың арасындағы ақшалай қарым қатынастар өте көп жалпы. Алып сату, жалдамалы жұмысшылар бір жерде жалға алу, серіктестік, инвестиция, жаңағыдай кепіл болу деген сияқты адамдар арасындағы ақшалай қарым қатынастардың баптары өте көп. Сол баптардың барлығын ілім алып және алдамай сол ілімге сай адамдармен алыс беріс қылған адам жалпы. Былай айтқанда ілімнің үлесі, менің ойымша, ілімнің үлесі адал сауданың 50%-нан көп. Шамамен 30-40% ғана адалдыққа, адамгершілікке сүйенеді, қалған 60%-дайы ілімге сүйенеді. Сол үшін ілімнің маңыздылығы өте жоғары. Сол адамдар
ол өзімізді алдамау керекпіз қазіргі заманда. Мен андай ілім алмай ақыретте бүйтіп құтылып кетемін деген Бағанағыдай, ондай мүмкін емес. Сол үшін ақиқатты қабылдап ілім алып сол амалға асырып ары қарай иншалла. В общем, мәңгілік нәрседен сақ бол деп тұрсыз ғой. Мәңгілік нәрседен ертең мәңгілікке барған кезде дүниенің кішкентай болмыш нәрсесінен кетіп қалып ілім алмай мен ақыреттен былай ғана өтіп кетемін деу ол үлкен тәуекелдік. Демек біздің Құран кәрімдегі ең бірінші түскен иқро деген, оқы деген аят бұл бүкіл өмірге арналады ғой. Бүкіл өмірге арналған. Тек жаңағыдай бір кітап оқу бірдеңе емес, ғибадатқа қатысты емес, демек бүкіл өмірге. Сен саудаңды да оқы, өмір сүруіңді де оқы, отбасыға қатысты нәрсені де оқы, қоғамға қатысты ақыңды оқы, бәрін, ақылардың бәрін жалпы оқы. Бұл өмір білімнен негізінен тұрады деген нәрсе ғой. Жақсы, Ербосын ұстаздікі түсінікті. Енді құрметті, осы жерде бірден айтып кете салсаң, көрермендер, Ербосын ұстаз арнайы офлайн кәсіпкерлерге сабақтар өткізеді. Мына жерде қазір Инстаграм парақшасын белгілеп қоямыз. Сол жерге кіріп, Ербосын ұстазға жазылып, офлайн форматтағы қазір Шымкент қаласындағы Шымкент медресесінде сабақ береді. Шымкенттегі кәсіпкерлер, Тараздағы кәсіпкерлер, Астана болсын, Алматы болсын, кез келген қалаға, кез келген уақытта сіздердің сұраныстарыңызға жауап бере алатындай маман, құдай қаласа, Ербосын ұстазға бүгінгі біздің подкастымызға келгеніне көп рахметімізді айтамыз. Айболат ұстаз, Айболсын деп мен мынау не бар ғой, мына Суше, Сұлтанай, осымен шатастырып алдым, қайта бар ғой ше. Сұлтанай жауапкершілігіне, сектеу серіктестігіне көп тағы да рахметімізді айтамыз. Мынау Қазақстан бойынша дилердің төменде номерін жазып қойдық. Құдай қаласа кәсіп бастаймын немесе дүкеніме осы өнімдерден қоям деген адамдар болатын болса, хабарласып, Нұрсұлтанның атынан десеңіздер, скидке бермейді, просто айтып атын. Хабарласып, сол кәсіптеріңізді дөңгелетсеңіздер болатын. Мұздай кофелер де бар ішінде. Айболат, сіз бір сөз қорытынды. Тақуалығымыз келеді, бәріміз мақсатымыз сол ғой. Тақуалық ақша жүрген жердесін ала деген. Адам жеке жүріп тақуа бола береді. Бір жерге оңашалана алады, көзіне жас алып тақуалық қыла беруі мүмкін. Бірақ ақшамен бетпе-бет келіп қалған кезде адамның шыныменен тақуалық бар ма, ризығын Аллаға тапсыра алды ма деген мәселелер осы жерде шешіледі. Сол үшін кімнің кім екенін баня барғанда білесің деген сияқты, кімнің кім екенін тақуалық, осында саудада ақша жүрген жерде білесің. Сол үшін ана айтатын сол екен ғой, сен онымен алыс-беріс қылып көрдің ба деп айтатын. Сол кезде алыс-беріс қылып көрсең, онда кім екенін айт дейтін. Мен осы өмірде құрметтейтінім, осы намаз оқып жүріп барынша кәсібін адал қылғысы келетін кәсіпкерлерге кәдімгідей басын дейіп құрметтеймін. Өте керемет. Ол уайымдайды, шын тақуалық екені көрінеді. Мен нәже біреудің ақысын жеп қоймайын деген мәселемен уайыммен жүреді. Әлгі кімнің оқиғасы сияқты болып тұрған бұл жерде? Имам Мұхаммед қой, әлде Абу Юсуф па? Имам Мұхаммедке келіп тақуалық туралы кітап жазып берші деген кезде сауда саттық, яғни алыс беріс жайында кітап жазып берген. Демек, тақуалық деген жағдай біз ойлағандай бірдеңелерді киіп алып, ұзыннан киіп алып, қайта басың сәждеден көтермей, олай жақсы, ол сенің Алламен байланысың. Бірақ енді бұл жерде адамға қатысты мәселеде өте сақ болуымыз керек деген екен. Жақсы, басқа айтар ештеңе қалып кеткен жоқ қайтыр, Пока осымен өтір қойып қойып. Ал енді біздің бүгінгі подкастымыздың екінші қонағы бұл Айболат Төлебай ұстаз. Сол ислам экономикасы және ислам қаржы, маркетинг, сауда осы барлығын сол мамандығын оқыған бауырымыз. Бұл кісі енді арнайы осы көрермендер үшін керемет онлайн форматтағы сабақтар дайындап қойды. Неше күн бойы түсіріп, еңбектеніп, қаншама кітаптарды ақтарып. Бұл жерде енді кәсіпкерлер деген сөз емес, бағана сөздің басы. Кім табыс тауып жүрсе, немесе табам деп жүрсе, немесе біреудің қолында жұмыс істеп жатқан болса, немесе үлкен кәсіпкер болатын болса да қызық емес. Солардың барлығына ортақ тақырыпта арналған керемет курстарды дайындап қойды. Сол курстарды алам дейтін бауырлар болатын болса, төменде біз сілтеме немесе қазір номер қалдырамыз. Соған өтіп, сол сабақтарды тыңдап, өзіміздің мынау жаңа аятта айтқандай, өзіңді және отбасыңды адамда отыны тастар мен адамдардан болатын тозақтан қорғаңдар деген сияқты өзімізді, бала шағамызды оттан қорғау үшін адалдан кәсіп табуымызға бір түрткі болатын керемет сабақтар деп есептейміз. Алла тағала енді пайдалы білім берсін баршамызға, тура жолдан адастырмасын. Бүгінгі бірінші подкастымыз өте меніңше бір керемет деңгейде өтті. Аллаға мыңда бір шүкір.
біз әлі кіреміз міне әлі мына жерде мен айтылмаған қаншама тақырып бар өзімше бәрін қатырып тастайтын деп бүгін бәрін айтамыз деп едік оған болмады. Әлі серіктестік жаңа айтқандай серіктестік бар анау адал тақырып адал тамақтың өзі бізде үлкен бір тақырып адал тамақ деген сияқты. Құдай қаласа бізбен бірге болыңыздар. Келесі бөлімдерде жүздескенше Алла баршаңызға амандық берсін, дендеріңізге саулық берсін, ел аман, жұрт тыныш болсын. Нұрсұлтан Рысмағамбетұлы YouTube арнасына жазылып, ана қоңыраушаны басып, біздің жаңа подкасттарымызды, сабақтарымызды көруден қапы қалмаңыздар. Көп рахмет баршаңызға. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.